60 жастан асқан қазақстандықтар Ресейді, ал жастар Украинаны қолдайды. Демаскоп қоғамдық пікірге жедел мониторинг жүргізу бюросының сауалнамасы осыны көрсетті. Демаскоп бюросы жүргізген зерттеу нәтижесіне сәйкес, Ресей мен Украина арасындағы қақтығыста Украинаны қолдайтын респонденттердің үлесі 22%. Бұл көрсеткіш осы жылы наурызда дәл осы тақырыпта жүргізілген сауалнамамен салыстырғанда 2 есе жоғары. Ал Ресейді қолдайтындар 13%. Бұл наурыз айындағы көрсеткіштен едәуір төмен. Қазақстандықтардың көпшілігі, яғни 59% бейтарап қалғанды жөн санайды. Жастар Украинаны қолдайтындарын ашық білдіріп жүр. 18-29 жас аралығын қарасақ, Украинаны қолдайтындар Ресейдің жақтастарынан 4 есе көп. 60 жастан асқандардың басқасында Украинаны қолдайтындардың үлесі басым. 60 жастан асқан респонденттердің 3-тен бірі Ресей жағында, ал 14% Украинаны қолдайды. Ресей әскері Украинаға басып кіргелі, біздің қоғамда Ресей Қазақстанға да шабуыл жасауы мүмкін деген алаңдаушылық бар. Демаскоп мәліметтері бойынша азаматтардың басым көпшілігі бұлай болуы мүмкін емес деп ойлайды. Бұл 73%. Бұл пікірді айтқандардың көбі 60 жастан асқандар. Ал 8% ғана Ресей Қазақстанға шабуыл жасауы мүмкін деп ойлайды. Осылайша, Қазақстан азаматтарының кем дегенде 3-тен 1 бөлігіне агрессив соғыс пропагандасы ықпал еткен. Соның жетегіне еріп барады десек болады. Естеріңізге сала кетейік. Қазақстандық және халықаралық заңнамада соғысқа және оның пропагандасына тыйым салынған. Сауалнамада бұдан бөлек мобилизациядан қашқан ресейліктер, ақпарат тұтыну көздеріне қатысты да қазақстандықтардың пікірі сұралған. Оны сипаттамадағы сілтемеге өтіп оқыңыз.